Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қаланың қызу өмірі. Үшінші тапсырма, оқылым тапсырмасы. Мәтіндерге тақырып қой. Екі мәтінді салыстыр. Бірінші мәтін. Қазақстанда қалалық мәдениет ерте ғасырлардан басталған. Ежелгі Қазақстан жерінде Отырар, Түркістан, Мерке, Аспара, Тараз, Талғар, Құлан, Құмкент, Жаркент, Сайрам, Сарайшық, Алматы және тағы да басқа көптеген көне қалалар болған. Отырар қаласы Арыс пен Сырдария өзендерінің қосылған тұсында орналасқан. Ежелгі Отырар қыштан салған тамдары бар, көшелері кең, керуен кіріп шығатын қақпалары бар көрікті қала болған. Осы қалада әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби туған. Түркістан қаласы Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан. Түркістан сөзі түріктер мекені дегенді білдіреді. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Сен білесің бе? Энциклопедиясынан алынған. Екінші мәтін. Алматы әсем, арман қала. Қазіргі кезде Алматы қаласы үлкен мегаполис. Ол күннен күнге көркейіп, өсіп келеді. Зәулім ғимараттар ерекше әдемі. Ауылдық жердегідей емес, Алматыда қызу тіршілік бір тоқтамайды. Мен достарыммен ойын-сауыққа барамын, от шашуды тамашалаймын. Хауызға түсемін. Мен Алматыны жақсы көремін. Жазылым тапсырмасы. 8-ші тапсырма. 3-ші тапсырмадағы мәтіннен сын есімдерді тауып, сөз тіркесін құра. Бағалау парағы. Мәтінді оқиды, екі мәтінді салыстырады, тақырып қояды, 2 ұпай. Мәтіннен сын есімдерді табады, 1 ұпай. Сын есімдерді тауып, сөйлем құрады, 2 ұпай. Жазылым тапсырмасы. 9-ші тапсырма. Райханның күнделігін оқы. Осы күнделікті үлгі ретінде пайдаланып, кешегі күнді қалай өткізгеніңді жаз. 2016 жылғы 12 шілде. Күнделік жазбағаныма 2-3 күн болды. Оның себебі бар. Мен кеше Алматы қаласына қыдырып келдім. Алматыға пойызбен келдік. Атырау мен Алматының арасы алыс қой. Жолда күнделік жазуға мүмкіндік болмады. Бүгін қыдырдық. Алматы қалай өзгеріп кеткен? Алматыға осыдан 2 жыл бұрын келгенмін. Одан бері қала тағы үлкейіпті. Көптеген жаңа ғимараттар салыныпты. Алған әсерімді сөзбен жеткізе алмаймын. Ертең медеуге барамыз. Қалғанын ертең жазамын. Бағалау парағы. Райханның күнделігін оқиды, мағынасын түсінеді, 1 ұпай. Үлгі бойынша өз күнделігін жазады, 3 ұпай. Сауатты жазады, 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.